Сәлем, бұл қарапайым экономика. Кредиттің не екенін бәрі біледі, ал банк кредиттік жүйесі жайлы көпшілігі білмейді. Банк кредиттік система деген тек экономисттер білуі керек тақырып емес. Кредит алушы кез келген адам білуі керек. Алайда шынайы кредиттік жүйеден хабары бар адам кредит алғысы келмей қалады-ау. Көп адамдар банктер кредитке беріп жатқан ақша ол банк депозит салымшыларының ақшасы деп ойлайды. Яғни, бір адам банкке депозитке 100 мың теңге салса, банкте енді 100 мың теңге бар. Ол оны басқа адамға кредитке береді деп ойлайды. Тіпті депозитке ақша ешкім салмай қойса, банк жабылып қалады. Солай әр қазаққа бақыт сыйлаймыз деп жүрген жігіттер бар. Банктер кредитке беріп жатқан ақшаның аз ғана бөлігі депозит салымшыларының қаражаты, қалған бөлігі ұлттық банк қаражаты. Бұл туралы біз алдыңғы видеоларда айтқанбыз. Сонымен банктердегі кредиттік система қалай жұмыс жасайды? Банктың алтын ереже бар, яғни қаражат банкте емес, клиентте болуы керек. Яғни банкте міндетті резервтік ақшадан басқа артық ақша тұрмауы керек. Ақша клиентте айналымда жүруі керек. Тек осы кезде ғана ақша өтеді. Оған бірден бір мысал, қазіргі кезде кредитіңізді уақытынан бұрын жабатын болсаңыз, кемінде 9 айлық проценттен штраф ретінде төлейсіз. Себебі банкке сіздің ерте кредит жапқаныңыздан пайда жоқ. Банктерге барынша көп адамның кредит алғаны пайдалы. Қанша адамның депозитке ақша құйғаны екінші орында. Яғни банкті банкрот ету үшін депозиттердегі ақша салмай қоюдан гөрі кредит алмай қою қауіптірек. Талқылайық. Банктер кредитті үлкен көлемді және кіші көлемді немесе ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді етіп бөледі. Әңгіме сонда ұзақ мерзімді және үлкен көлемдегі кредиттердің төлеп біткенше сомасын сол ұзақ мерзімді кредит жабылғанға дейін тағы бірнеше ондаған рет ұсақ және қысқа мерзімді кредиттерге бөліп береді. Түсініктіре кетейік. Банк арманға кредитті 20% берді. Сомасы 2 миллион, уақыты 3 жылға. Алғашқы 500 мың төлем жасалған сәтте ақ сол 500 мың теңгені басқа біреуге береді. Осылайша жалғастыра береді. Қаншаға дейін десеңіз, банктың қанша клиент тартуға шамасы келгенге дейін. Мысалға 2021 жылы 6 миллионнан астам қазақстандық түрлі мақсатқа кредит алған. Бұл системада банк алғашқы 2 миллион теңгені барынша көп адамға кредитте отырып, оны еселеп қайтарып ала алады. Әй бауырым, мынауың таза пирамида болды ғой. Сонда банктердің қаржы пирамидасына не айырмасы бар деп сұрайсыз. Жауап қарапайым, ешқандай айырмашылығы жоқ. Тек заңды және ұлттық банктен қаржыландыру мүмкіндігі бар. Бірақ бұл банктерге деген жек көрушілік тудырмауы тиіс, себебі бұл бизнес және бәріміз осы банктердің төлем жүйесін, QR-код системасын, аударым жасау мүмкіндіктерін және валюта айырбастау мүмкіндіктерін қауіпсіз режимде пайдаланып жүрміз. Нарық сұранысқа қарай реттеледі. Біздің қазіргі қоғамға, телефонға, салондағы көлікке, үйдегі телевизорға, әрі барсаң тіпті тойға кредит алу қалыпты жағдай. Ал инвестицияға, бизнеске, өндіріске кредит алу қауіпті. Ал бизнесің жүрмей қалса ше дейді. Әрине бұған халықты кінәлай алмайсың, себебі әр қазақтың үйінде телевизор мен тоңазытқыштың соғысы жүріп жатыр. Телевизорды қоса қалсаң, экономикамыз қарыштап өсуде, импорт азайып, экспорт көлемі артты, халықтың әл-ауқаты өсуде дейді. Өшіріп тастап, тоңазытқышты аша қалсаң, жағдай соншалықты керемет емес сияқты. Ал кредит алып жағдайымды реттеймін десеңіз, тағы да рационалды ойланып көріңіз. Мүмкін бұл пирамидаға жоламай ақ басқа жол табарсыз. Сәттілік болсын. Қарапайым экономика, тіркеліңіз, лайк басыңыз. Біз сіз үшін жұмыс жасаймыз.